Жетпей гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7-ші сынып оқушысы Қуанақ Жарқан. Туған өлке табиғаты бағыты. Тақырыбы Сұлтан Үпі қорымы. Жұмыстың мақсаты Сұлтан Үпі қорымы туралы мәліметтермен таныстыру, экологиялық ерекшеліктерін зерттеу. Мына бейне жазбада Сұлтан Үпі қорымы орналасқан Ащымырын тауын көруге болады. Сұлтан Үпі қорымы Ащымырын тауының сайында жоғарғы жағында Таушық ауылынан 30 км, Форт Шевченко қаласынан 57 км қашықтықта, Каспийдің жағасына жақын орналасқан. Үпі мешітінің сыртында ішкі тек тасты ойып жасалған және тастан бірнеше тіреу тұрғызып төбесін көтеріп қойғаны көре аласыздар. Кейбір бөлмелерінің тіреуі үгіліп, өз пішінінен айырылып қалғандары да бар. Және бұл мешіттің ішінде 11 бөлмеден тұрады. Сұлтан Үпі әулиесі. Сұлтан Үпі мешітінен кейін Сұлтан Үпі әулиесіне де жетеміз. Сұлтан Үпі құдығы. Сұлтан Үпі әулиесінен кейін Сұлтан Үпі құдығына жол жүрдік. Құдық суы өте шипалы, өте дәмді. Емшілер қатерлі ісік ауруына да ем болатындығы туралы мәліметтерді айтып отыр. Құдық тек таспен өріп қаланған, жасалуы басқа да осындай құдықтарға өте ұқсас. Сұлтан Үпі бұлағы. Қарай жылжығанда төменде жалғыз аяқ жолмен баратын Сұлтан Үпі бұлағы көрдік. Сұлтан Үпі бұлағының қасында жуынатын арнайы жері бар. Бұлақтың суы да шипалы болғандықтан алыстан келген өзге ұлт өкілдері күннің салқынына қарамастан жуынып алып жатты. Сонымен қатар бұлақ суының балшығы үйіне әкетіп, емге пайдалануға алып жатқан адамдарға куә болдық. Біз қорым қызметкерлерімен келіп жүрген адамдардан өсімдіктер туралы көп мәліметтер естідік. Сұлтан Үпі қорымының бұлағы мен құдығының болуы және Каспий теңізіне жақын орналасуынан өсімдіктер жамылғысы алуан түрлі. Тал, жидек, женшен, қараған және тағы да басқа шөп-текті өсімдіктер айналасына сан беріп тұр. Жануарлар дүниесі, кемірушілер мен жыртқыш аңдар да кездесетіндігі туралы мәліметтер айтылады. Экологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған шаралар жүзеге асырылса, қорымның келбетті ажарлана беретіні анық. Аталардың рухы аласармасын.